Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып 2025 жылғы шомылу маусымының қорытындылары туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Әрлен Бүркітбай, Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга об итогах купального сезона 2025 года. Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Ендеше, Әрлен мырза, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және елорда тұрғындары. 2025 жылғы шомылу маусымы кезеңінде Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті су айдындарында тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырушылық, профилактикалық және практикалық шаралар кешенін іске асырды. Су айдындарда жағдайды тәулік бойы бақылау үшін күн сайын 5 стационарлық бекет және 16 бағыт бойынша патрульдеуге 80 қызметкер, 9 жүзу құралы және 5 бірлік техника жұмылдырылды. Жаяу патрульдер күн сайын өз қызметтерін таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін, ал Есіл өзенінің бойымен жүзу құралдары тәулік бойы кезекшілік атқарды. Сонымен қатар осындай іс-шараға елорданың еріктілер ұйымдарымен меморандум жасалып, күнделікті патрульдерге сол еріктілер де қатыстырылды. Қазіргі уақытта жазғы маусым аяқталғандықтан жаяу патрульдеу қызметі тоқталды. Алайда жүзу құралдары мен мобильді бекеттер кезекшілігін күн сайын таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін қызметтерін атқаруда. Профилактикалық жұмыстары шеңберінде қауіпті және жабдықталмаған орындарға жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып 220 ақпараттық стенд, 250 тыйым салынатын белгі және 17 бейнебақылау камерасы орнатылған болатын. Бұқаралық ақпараттық құралдары мен әлеуметтік желілерде 700-ден астам бейнеролик, 62 телехабарлама, 32 радиоэфир, 10 брифинг, 33 баспасөз мақаласы және 1000-нан астам интернет желісінде материалдар жарияланды. Шомылу басуы басталар алдында білім беру ұйымдарымен бірге 90-нан астам мектептерде дәрістер мен байқаулар, арнайы сабақтар өткізілді. Осы сабақтарға 25 мыңнан астам бала қамтылды. Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті балаларды жүзу маусымына дайындау мақсатында жүзуге үйретуге бойынша іс-шаралар жүргізген болатын. Осы іс-шаралардың нәтижесінде мектептерде балаларды шомылу қауіпсіздігін ережелерін меңгеруге және жүзу дағдыларын қалыптастыруға жұмыстар жүргізілді. Тағы да айта кететін бір жай, полиция қызметкерлерімен бірлесіп қауіпсіздік іс-шаралары және заңдылық талаптарына сәйкес сақтауды тексеру үшін рейдтік іс-шараларда жүргізілді. Жүргізу барысында әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 176 әкімшілік хаттама толтырылған болатын. Оның ішінде 84 әкімшілік хаттама 364 бап бойынша, яғни ортақ су пайдалану тәртіптері бұзу бойынша, 68 әкімшілік хаттама 440 бап, яғни қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктерді ішу бойынша және 21 әкімшілік хаттама 412 бап, тыйым салынған аумақтарда шомылу бойынша хаттамалар толтырылып, 578 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Қабылданған шараларға қарамастан, өкінішке орай 2025 жылы біздің осы Астана қаласының су айдындарында 3 адам суға кетті, оның 2-і жасөспірім бала. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, былтырғы жылы 2024 жылы бізде 4 адам суға кеткен болатын, 2023 жылы 7 адам суға кетті.
Сонымен қатар осындай үлкен кешенді жұмыс жүргізудің арқасында құтқарушылар мен еріктілердің, әскери қызметшілердің күшімен су айдынынан биылғы жылы 13 адам құтқарылды. Құрметті елорда тұрғындары және қонақтар, тыйым салынған жерлерде шомылу үлкен қатерге әкелуі мүмкін. Барлық азаматтарды қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға және тек шомылуға жабдықталған орындарда шомылуға шақырамыз. Ата-аналарға ерекше ескерту айта кеткіміз келеді. Балаларды су айдындары маңында қараусыз қалдыруға болмайды. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Благодарим за содержательный доклад, уважаемые зрители. Мы переходим к сессии вопрос и ответы. Алғашқы сұрақ: жаз айларында Астана қаласының аумағында қанша шомылуға рұқсат етілген жерлер жұмыс жасады? Астана қаласы әкімінің бекітілген өкіміне сәйкес Астана қаласы аумағында шомылуға рұқсат 5 орын жұмыс жасады. Олар орталық жағажайда Три Пескаря, Армина, Столичный двор демалыс орындары және коммуналдық жағажайда. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ: балалар тыйым салынған орындарда шомылса, қандай шара қолданылады? Бұл жерде енді Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодексінің 412 бабына сәйкес су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын бұзу немесе орындама бойынша жауапкершілік көзделген. Егер кәмелетке жасқа толмаған балаға салынған жерде сол жерде шомылса, оның ата-анасына немесе заңды өкіліне 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Рахмет. Келесі сұрақ: балаларды суға батып кетуінің алдын алу бойынша қандай жұмыстар жүргізілді? Жаңа өзім айтып кеткендей, шомылу маусымы басталар алдында біздің төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен, еріктілерімен біз мектептерде көшпелі көрмелер, көшпелі сабақтар, арнайы байқаулар өткіздік. Балаларды қауіпсіздік шараларын сақтауға үйреттік. Сонымен қатар тұрғын үй группаларына да WhatsApp мессенджері арқылы тыйым салынған орындарда шомылудың қаупі туралы фото, видео насихаттау видеоматериалдар жолдадық. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ: егер тыйым салынған орында адамдардың шомылып жүргеніне куә болған жағдайда қандай іс-шараларды қабылдау керек? Егер сіз тыйым салынған жерлерде шомылып атқан тұрғындарды көрген болсаңыздар, дереу 112 не болмаса 101 нөмірі бойынша қоңырау шалып ескертуіңіз қажет. Өйткені сіздің қоңырауыңыздың арқасында адам өміріне түскен қауіпті алдын алуға және адам өмірін сақтап қалуға болады деп айтамыз. Ескертеміз. Мардымды жауабыңызға рахмет. Құрметті Әрлем мырза, уақыт бөліп Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше. Сау саламат болыңыз.